Қара түнек. Сәлеметсіз бе ханым, мен жұмысқа келдім. Ясна посудалар үйіліп тұрсын, тесте жұтсын. Жарайды. Гөде, әзірге су толтырайын. Купканы жуып алайын. Осы посудан тесте жұтса, бол. Жарайды. Бұл квартирада да көп адамдар тұрады. Бұл адам бастығым емес, квартирада адамдар киімі тура келеді. Басқа мал жоқ. Ол жұмыстан басқа ешқандай жұмыс жоқ. Бүгін айлық алатын күнім. Директордан сұрау керек еді, айлық алатын күнім деді. Шатасып кеттім. Сұраймын. Ханым, жұмыстар бітіп тастады, сенбесеңіз тексеріңіз. Тексерудің керегі жоқ. Айлығымды қашан бересіз? Бүгін берем. 5000 теңге. Сіз маған 10.000 теңге берем деген едіңіз ғой, маған ақша қатты керек болып тұр. Мә, рахмет. Бассын, кете бер. Сау болыңыз. Енді бұл 10.000 теңгенің қаражаттарыма жеткізуім керек. Енді продуктыларды базарға барып алуым керек. Басқа не істеймін? Менде 2 ақтам бары. Біреу кухня, біреу өз бөлмем. Сенің үйің болады, ал қалғаны біздің жұмыс орнымыз болады. Неше? Мен өзім шешемін. Саламатсыз ба? Мәз ақша. Сен только посудан жуып 10.000 теңге күніне алмайсың. Өзіме де ақша жетіспей тұр. Сондықтан да сен күннен күнге 5.000 теңгеден алып келетін боласың. Неге? Сол. Мен өзіме де ақша керек болып тұр. Жарайды. Сен осы жерде посуда жумайсың, бірақ шамдарын сүртесің, полдарын сүртесің. Сондықтан да 5.000 теңгеден аласың. Оның қасына бір жұмысты қосып 10.000 теңге алсам болмай ма? Болдым, мен миымды ашып жібердім, айттым, бітті. Қандай жаман әйел. Осы күніме де Аллаға шүкір. Бұл бақсаң естейді. Сонымен не істейін? Маған көп ақшалар керек. Сондықтан да ақшаларды банктен алып келсең жақсы болар еді. Ақшадан қысылып жатқан едім да. Сонымен не істейін? Маған көп ақша керек болып тұр. Білесің ме, соны ақшадан қысылып жатырмын. Сондықтан да ақша керек болып тұр маған. Болып тұр. 1 миллион емес, 5 миллион ақша берем. Әкеледі. Бұл әйел маған 5 миллион ақшасы бар екенін де айтпаған. Ол ақша жинаушылығында мен алдым. Менде 15 миллион бар, ал ода 5.000 теңге миллион әкеп берсе, менде 20 миллион болады. Қандай адамдарды алдаушы? Қандай адам? Кетті, мен спортзалға барып келейін. Ақшам неақта тұра тұрсын. Ақшам қайда? Ақшам қандай қайда? Қабет деген ай. Мен жалғыз 10.000 теңге бар еді, енді ол да жоқ. Магазинге барып, дүкенге барып, балдарыма сүттер әпкелім бар десем, үйде тіпті бірде-бір нан жоқ. Бастықтан сұрауыма тура келеді. Бірақ менің балдарым да жоқ қой, не ойлап жатырмын? Өзім ғана. Маған да ақша керек, маған да тамақ керек. Бастықтан сұрағаным жөн. Ең болмаса нан мен сүтте болады, нанды сүтке батырып жем. Үлкендердің қандары тез тояды.
басқан сайын. Ханым, міне сіздің 5 миллион ақшаңыз. Ой, рахмет. Аха, келесі жол мені шақырып тұрыңыз. Пока. Ханым, сау бол. Ханым, өткен менде ақшам қайт тасылып қалды. Үйде көкөністер жоқ, маған ақша бересіз бе? Міне 500 теңге, сау бол. Бұл маған аз ғой. Менде басқа ақша жоқ.